Барлығыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен сүт жоқ кезде сумен қалай құймақ пісіруге болатын туралы рецептпен бөліскім келіп отыр. Құймақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар өте жұмсақ, ешқандай шеттері қатпайды, өте хош иісті, дәмді болып шығады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен бізге керегі 2 жұмыртқа. Осы құймақтың құрамындағы заттар сіздің үйіңізден табылатынына сенімдімін, сондықтан міндетті түрде пісіріп көріңіздер. 3 ас қасық қантты қосамыз, және де осы екеуін жақсылап тұрып, толық қанды араластырып шығамыз. 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз, және бұларды да тағы да араластырамыз. Енді 1 кесе жылы су қосамыз. Барлығын араластырамыз. Енді 1,5 кесе ұнымызды жай-жайдан салып, яғни барлығын салып жібермей, жартыдан салып, жақсылап араластырамыз. Тез-тез араластыруымыз керек, өйткені түйіршіктер қалмау керек. Қалған ұнды да салып, барлығын жақсылап тез-тез араластырып шығамыз. Біздің тестіміз осындай қоймалжың болып шығады, ешқандай түйіршік қалмау керек, сондықтан жақсылап тұрып, жылдам араластырамыз. Енді қайнап тұрған ыссы суымызға 1 шай қасық содамызды салып араластырамыз. Суымыз міндетті түрде ыстық болу керек. Енді осы ыссы қоспамызды біртіндеп, жарты-жартыдан құйып, жақсылап тұрып біртіндеп араластыратын боламыз. Барлығын бірден құйып жіберуге болмайды, сондықтан сақ болыңыздар. Қызып тұрған табамызға құймағымызды құйып, жақсылап тұрып, қыздырып, пісіріп аламыз. Жан-жағын лопаткамен немесе пышақпен ашып аламыз. Яғни өзіңізге қандай прибормен қолданған ыңғайлы, солай қолдана берсеңіз болады. Аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі, сондықтан сақ болыңыздар. Осылай видеода көрсетілгендей жақсылап тұрып екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Құймақтарымыз өте дәмді, әрі хош иісті, жұмсақ болып шығады, сондықтан міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Рахмет.